Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тәттісі, десерті, шоколадты джентті небәрі 20 минутта дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. 300 грамм талқанға, менде күріштің талқаны, 100 грамм қант ұнтағын қосамыз. 40-50 граммдай қара өрік қосамыз. Және майдалап үгітілген грек жаңғағын қосамыз. 120 грамм бөлме температурасында осылай еріп тұрған сары майды қосамыз. Біркелкі масса болып біріккенше жақсылап араластырамыз. Массамыз осылай бір-біріне өте жақсы бірігіп шығу керек. Силиконды формаға саламыз. Неге силиконды формаға? Өйткені силиконды формадан қатырған соң өте оңай алынатын болады. Тығыздап тұрып, осылай басып, кескен кезде бөлініп кетпейтіндей болу үшін орналастырамыз. Дженттерімізді 10 минутқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Сол арада өзіңізге ұнайтын кез келген шоколадты алсаңыздар болады. Мен жаңғақты 100 грамм хорошая компания шоколадын алдым. Джентіміз мұздатқышта тұрды, силиконды формадан не осылай өте оңай, шашырамай, тез алынатын болады. Барлығын осылай формадан ажыратып аламыз. Салқын күйінде осылай шоколад бетіне тез қататын болады. Егер бетін әрлейтін болсаңыздар, осылай шоколад еріп тұрған кезінде бетіне мен сары өрік және жаңғақты пайдаландым әрлеу үшін. Сразу қоямыз, сонда тез қатып қалатын болады. Менің 100 грамм шоколадым 4 джентқа жетті. 20 минуттың ішінде біздің джентіміз дайын болды. Балаларыңызға берсеңіздер өте қуанып жейтін болады. Әрі витаминге бай. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі конфет секілді өте керемет болып шығады. Бұйырса алда рецептермен бөлісетін боламын, сондықтан каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.